Құрметті оқырмандар, 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күні қарсаңында бізге бүгін керемет қонақтар келіп тұр. Елімізге белгілі журналист Нарымбетова Роза апайымыз, ардагер ұстазымыз Есіпкүл апайымыз кешіріңіздер. Бізге бүгін арнайы керемет қуанышты жаңалықпен келіпті. Демек, кітапханаға кітап сыйлау бізге алтын қорға үлес қосу акциясы бар. Сол акциямызға өзіндік үлесін қосуға келгендеріңізге мың алғыс. Енді кітапханаға кітап сыйлау деген ең ұлы міндет деп ойлаймын, себебі сіздер оқыған кітапты келесі ұрпақта оқу тиіс. Ал Роза апай, сөз кезегі өзіңізде қандай кітаптар әкелдіңіз? Рахмет. Мен ең алдымен мынау кітап сыйлау күн мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Рахмет. Бұл үлкен керемет мереке, кім ойлап тапқанын білмеймін, бірақ кім ойлап тапса да керемет ойлап тапқан мереке екен. Сондықтан менен өз әдетім шашы. Ал шашып алыңыздар, келіңіздер. Мінекей, енді кітабымды шығарайын мен. Мына кітабымды сіздерден көріп, мен де лентамен байладым. Мархабат ағам айтқандай кітаптың тұсауын келіспейміз, кітаптың тұсауын шешеміз деп қараңыздаршы, қандай керемет. Мынау қайталанып шықпайтын кітап, Олжас Сүлейменовтің Азия кітабы. Бұл кітап 91 жылы жарық көрген екен. Сол үйдегі жаңағы тұрған осы Олжас ағамыздың кітабын әкелдім. Мынау Өмірзақ Мұқай деген көкшетаулық жазушы, өте белгілі. Сол тіршілік деген кітабы, көлеңкенің салмағы деген кітабы енді керемет Мархабат ағамыз сияқты жазады. Сол осы жақтағы өзіміздің оқырмандар да оқысын деп осы кітапты әкелдім. Ал енді мынау ескіріңкіреген болғанмен, мынау тарихи кітап. Бұны Невада Семей Палатинец жаңа Олжас ағамыз басқарған Семей қоры бар ғой, Невада Семей қоры. Соның қозғалысы кезінде осы кітапты мен жолдасымда журналист әкеліп Көкшетауға тегін таратқан еді. Содан осы екеуі ғана қалып дейді. Кішкене былай енді өзі төртеу болу керек, екі томдықтан. Біреуі қазақша, біреуі орысша. Сонда да енді сіздерге керек болады ғой, бір тарихи не ғой деп алып келдім. Мынау Есжан Айнабеков отырардың отты тұлғасы. Бұл да мен үйде жеке кітапханамда бар екен. Осы кітапханаға келіп, оқырмандар оқысын деген оймен әкелдім. Мінекей, мына кітапта сондай бір жақсы кітаптардың бірі, екі тілде жазылған, екі жағында да қызық кітап бұл. Мына жағы қазақша, мына жағы орысша, сондай шығарған өзі әскери адам, өзгеше форматта. Ал енді мынаны айтайын дегенім, бұл өртеңге өскен қызғалдақтар деген өнертанушы Гүлсім Байтенова деген Көкшетауда бір сондай керемет келіншек өткен. Өте трагедиялық жағдайда қайтыс болған. Бұның ішінде керемет ноталары бар. Соны енді осы іздеп жүргендер болса деп, осы қайда істеді ғой деп осы кітапты алдым таңдап. Ал енді мына кітап мен өзімнің редакциялық етуіммен шыққан, осында ұлағатты ұстаз Умсун Абишна Жақсығұлова Бабажанова деген апайымыз бар. Өзіміздің педколледжде сабақ берген, көпшілігі таниды түркістандықтар. Сол кісінің кітабы, мінекей, соған мен енді өзінің жолдасына арнады. Соған мен енді редакциялық еткен, соны сіздерге сыйға тартайын деп тұрмын. Ал мына екі кітап, Назарбаев ағамыз сол хроника деятельности дейді. Сіздерде енді көптеген баяндамалар жасалар, неше түрлі іс-шаралар өтесіз. Сондайда бұл тарих қой. Сол тарих қой деп әкелдім. Мынау жыр дестеде сондай біздің қазақ қыз келіншектері туралы кітап. Ал енді мынау өзіміздің жерлесіміз Мылтықбай Ерімбетов деген ақын өтті, жетісайлық ақын, соның шығарған журналы. Сол енді бір дана болса да, екі дана болса да, осы сіздерде тұрсын деп ойладым. Және осының ішінде қызығы біз туралы жазылған мақала бар. Жаңа тауып едім ғой. Мінекей. Мынау менмін жас кезімде, жолдасым. Сол енді соны алып келдім енді. Рахмет. Оқырмандарымыз қызығып, біреуің болса, біреуің оқиды деп ойлаймын. Оқиды. Білім бұлағы, білім өндірушілері деп осылай айтқандай кітап болсын, кітап тілсіз мұғалім, кітапты оқып, ойынды да түзейсін. Бүгін керемет халықаралық кітап сыйлау күні екен. Сондықтан мынау өзбек тіліндегі өзбек ақыны, бұл Өзбекстанда тұрады, Ибрахим Туркидің өзбекше жазған кітап. Мұнда іздейтін адамдар болады. Сондықтан халықаралық кітап сыйлау күні болғандықтан сіздерге осы кісінің шығармаларын алып келдім. Мынау Қырғызстан ақыны Меркан Тоқсабаева деген менің
ағылшын болады. Өте керемет. Қырғызстанда сондай өзі айтулы прозашы әрі поэт дей ма, ақын. Соның кітабын сіздерге сыйлап тұрмын. Одан кейін мінекей мынау сол Қырғызстандағы қырғызша, орысша сөздік. Бұл да керек болып қалады деп алып кеп тұрмын. Енді сіздерге мен Түркі әлем жазушылар одағының бірнеше кітаптарын есіңізде болса сыйға тартқан болатын. Иә, мына тағы біреуі бар екен. Соны композиторлар, өлеңдер осы Түркі әлем жазушылар одағында сол өлеңдерді, әндерді іздесеңіздер, мынау керек болып қала ма деп құқық саласының терминдер сөздігі. Бұл да іздейтін адамдар болады, осы кітап болсын сіздерге сыйға тартады. Рахмет, Розапай, Нескін апай, мың алғыс. Кітап деген үлкен аманат, аманатқа қиянат жоқ. Екеуіңіздің де кітаптарыңыз өте құнды. Желтоқсан оқиғасына биыл 40 жыл, оған байланысты 2 тілге кітап келіп түсті. Және жаңа айтқандай Олжас ағамыздың да биыл мерейтойы, ол кісінің кітабы келіп түсті. Және мына жерде халықаралық деңгейдегі қырғыз тіліндегі, өзбек тіліндегі әдебиеттер келді. Және тағы да бір ең қызық кітаптардың бірі құқық саласының сөздігі. Бұндай кітап бізде жоқ. Сондықтан бүгін біздің кітапханамыздың қоры керемет әдебиеттермен толықты сіздердің арқаларыңызда. Мың алғыс. Халықаралық кітап сыйлау күні құтты болсын. Барлығымыз бір-бірімізге кітап сыйлайық. Кітапты қадірлейік.